Zakaz. Qo'shni Tojikiston, Qozog'iston, Qirg'iziston. Hurmatli Qozoq ағайындар, hurmatli bауырлар, men алдынан да айтып келатырмын. Бізге өзбек ағайындар уже экспортқа кірген. Міне бірінші соның біреуі міне Елбек бауырымыз. А бізде faqat biz. Иә. Өзбекстан бойынша біз. Елбек бар болса, иә, машалла. Mana. Арнайы өздерінің міне бренд пакеттері. Бренд 20 литрлік. 20 литрлік екен, керемет. 20 литрлік 10 кило hisobida sotamiz. Kilo. Килограммға шаққанда 10 килограммға шығады. Shunaqa. Master Elbek emblema. Машалла. Telefon nomer. Алла берекесін берсін, керемет. Енді со айтып, енді значит, ол бізде жетіспегендіктен сіздер экспорт жасады. Егер бізде болса, неге бұл кісілер ол жаққа апарады да, мысалы үшін? Bizde o'zimizdan ham Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikistonlardan ham kelib chuvalchak olib ketishadi. Qirg'iziston, Qozog'iston, Tojikistondan kelib shulovshunlar olib o'tadi deydi. Керемет. Agar o'zida rivojlantirsa, mana shunaqa hozir talab juda ham kuchli. Assalomu alaykum baular. Mana ko'rib turibsizlar, O'zbek elindagi baularimiz bizga qarapayım 4 түліктің тезегін өңдеп, бізге биогумус қылып сатып жатыр, яғни экспорттап жатыр. Осы кәсіпті бастағаннан бері жанымда жүрген бауырларыма, достарыма, туысқандарыма, әке-шешеме барлығына жалпы айтып жатырмын ше, осы кәсіптің пайдасын, осы кәсіптің жемісін бар ғой. Бастаңыздар, ертерек көріңіздер. Хотя бы үйдегі өзіңіздің жемістеріңізге, гүлдеріңізге биогумус өндіріңіздер депші. Осы кәсіппен нақты түбегейлі соңына дейін жетем деп бастамасаңыздар да, күнделікті үйдегі жеміс ағаштарға, жүзімге, гүлдерге беруге өздеріңіз биогумус өндіріңіздер деп осы кәсіпті ұсынып жатырмын. Яғни Алла қаласа бізде жақсылап осы биогумустың нәтижесіне жеткен кезде бізге бәлеқорланып, неге айтпадың, неге бізге ескертпедің деген әңгіме болмасын деп жаныма жолаған әрбір бауырларыма өзім ескеріп жатырмын жалпы ше. Енді өзбек бауырларды көріп тұрсыздар, мына Пернебек деген ағамыз бар сұхбат алған. Бұлар биогумус өндіруде уже қазір лабораториялық зерттеу өткізіп, биогумустың құнарлығын, сапасына мән беретін дәрежеге жеткен. Біз ойланып жүрген кезде ше, қазір кез келген бір бауырыма барып айтам, осы кәсіппен айналысыңыз, бастаңыз десең, бұл кәсіптен өндірілген биогумусты кім алады, шылаушынды кім алады, жатқан бір уайым. Ал ауылдағы бауырларымызға айтсаң, пайдасын, несін бәрін естиді да, қызға да, бірақ жаңағы диваннан құйрығын көтеріп жұмыс істеуге ерінеді ғой, бұл айтқанда ше. Шаман қаншаға жетеді, содан баста 1 квадрат 150 мың дедік, 1 квадратта 10 коробка болса, 1 коробкасы 15 мың теңге. Сол себепті айтып жатырмыз, шаман қаншаға жетеді, содан баста да Алла берекесін береді. Биогумус деген нәрсені түсіндіре кетейік. Жалпы биогумус шылаушыны өндіретін тыңайтқыш айтамыз. Яғни органикалық кәдімгі қойдың тезегін, 4 түліктің тезегін жеу арқылы, өзінің асқазанынан өткізу арқылы биогумусты өндіреді. Сол биогумусты біз литрін 70 теңгеден, ал килограммын 150 теңгеден сатамыз. Ал бұны егінші қауымдар, яғни дихандар өздерінің өнімдерінде қолданады. Неге? Себебі қазір Россия, Украина, басқа Европа мемлекеттері құрамында нитраты, яғни селитрасы, сондай химиялық заттары көп өнімдерді кіргізіп жатқан жоқ. Қазір келесі видеоға қосам, бір фура кәдімгі алмұртты жерге төгіп жатыр ғой. Ысырап, мысалға ше, егесіне де обал, апарған адамға да обал. Неге? Себебі нитраты көп та, адам денсаулығына зиянды элементтер, жаңа құрамында сондайлар болған себепті оны төгіп жатыр. Енді осындай химиясыз, таза биологиялық, эко, табиғи өнімге жету үшін біз осы Аллахтың жаратып қойған кішкентай бір жәндігіне біз мұқтаж болып тұрмыз. Яғни сол биогумус бізге өте қажетті. Гумус деген жалпы жердің құнарлы бөлігін айтамыз ғой. Сол гумус бізде қазір қаншама жылдан бері қазір техника көбейді, одан көмір қышқылдар бөлінеді, ол келіп жерге түседі.
содан біздің химия бердік, селитра бердік, жеріміздің бәрі өліп, қазір кейбір жерлеріміздің соры шығып кеткенше, ол жерге не ексең де шықпайды. Бізде қазір Түркістанда облыс болғалы қаланың жан жағына, аумағына бар ғой, талдар егіп жатыр да, жылда егеді, оған пәлен миллиардтап ақша бөлінеді, бірақ ол жылда қурап кетеді. Егілді деген тек қана аты. Ал енді біз сондай жерлерді құнарландыру үшін, құнарту үшін осы биогумусты берсек керемет болады. Сол үшін оны бұл кәсіппен айналысқан кезде кімге сатам деген уайым болмасын сізде ше. Міне өзбек бауырларымызды көрсеттік. Пример, мысал ретінде ше. Өзбек бауырларымыз ауқымды, пәлен гектарлап, пәлен соттықта осы биогумуспен айналысып жатыр, яғни шылаушын кәсібімен, биогумус өндіру, шылаушын көбейту кәсібімен айналысып жатыр. Олар уже нормально көп мөлшердегі биогумусқа жеткен себепті олар қазір экспортқа шығарып жатыр. Айтты Қазақстан, Қырғызстан, Тәжікстанға. Ал араб мемлекеттерінде биогумусқа сұраныс өте көп. Биогумусқа сұраныс өте көп. Біз Алла қаласа көптеп, жаңағыдай лабораторияға апарып зерттеп, оның құрамын, сапасын тексертетіндей дәрежеге жеткен кезде біздің араб мемлекеттері, Қытай мемлекеттері бізден экспортқа алады бұны, Алла қаласа. Енді бұл жерде бізге керек нәрсе бірінші очередте бастап кету керек бұл кәсіпші. Түсіндіңіздер ме? Көп адамның осы сұрағы, бұл шылаушынды кім алады, биогумусты кім алады дейді. Осы сұраққа біз жауап бергенбіз деп есептеңіздер. Алла қаласа көп ойланбай осы кәсіпке қызығып жүрсеңіздер, кіріңіздер темаға. Енді бұл жерде мен айтайын дегенім, мен өзім байқап тұрсаңыздар, мына мен артқы фонымда телефонның аксессуарын сатам мен базарда ше. Телефонның аксессуарын сатам. Бұл кәсіпке қызықтым, көрдім, білдім. Бірақ сол мен қызығып жүрген кезде бастап кеткен бауырларымыз қазір 1 квадраттап, 10 квадраттап, 30 квадраттап, 40 квадраттап сатып пайдасын көріп отыр. 30-40 квадраттың енді өзіңіз ақшасын есептей беріңіз. 1 квадрат 150 мың теңге. Енді бір пирамида, жаңағыдай пирамида, бір маркетингтің әңгімелеріне келеді, әңгімесі. Бірақ бұның нәтижесіне жеткен бауырларымыздың өзіміз көзімізден көріп, бұл кәсіпке неге ертерек кірмедік деп өкініп те жүрген жайымыз бар. Мен осы аксессуарды сатам базарда. Қосымша жұмыс ретінде сүннет киім тігетініміз бар тағы да. Бірақ осы кәсіпке қосымша ретінде осы шылаушын көбейту, биогумус өндіру бағытына кірдім, Алла қаласа. Мен 20 квадрат алдым, 20 квадратпен кірдім темаға. Қазір Алла қаласа дайын болып қалады. Енді бұйырса осы жақсы нәтижеге жетіп, жақсы ауқымға жеткен кезде менің негізгі жұмысым осы болады. Сол себепті сіздерге тағы ескертем, бұл темаға кіріңіздер, бұл бизнеске бір салып қойасыздар, температурасын, өзің шарттарын бір орындап тұрсаңыздар болды. Азаннан кешке дейін 3 мезгіл жаңағыдай жем шөбін беру керек деген секілді мал шаруашылығындай қиыншылығы жоқ. Өзің еңбегі бар, бірақ сол еңбегімен өзің шарттарын жақсылап орындасаңыздар, Алла қаласа 1 квадраттарыңыз 3 айда 10 квадрат болады. Ал 10 квадраттарыңыз 100 квадрат болады. Қазір бізде Гүлнар апайымыз бар Сарғаштан, сосын Нұржігіт бауырымыз бар. Алда көш бастап келе жатқан Пернебек, Бақытжан ағаларымыз бар. Бұны Семейде бағып жатқан, жаңағыдай солтүстікте бағып жатқан бауырларымыз бар. Қалың жерлерде Қарағанды, Ақтөбе, Астананың маңындағы ауылдарда бағып жатқан бауырларымыз бар. Бірақ нәтижесін көріп отыр. Сол себепті қыста емес, көктемде бастаймын деген бауырларға бір ескертетіміз, уақыттан ұтыласыздар. Неге? Себебі жаңа айттық қой, 1 квадратымыз 10 квадрат болады деп 3 айда ше. Сол себепті уақыт өтіп жатыр да. Қалтаңызда қанша бар, қаншалықты ақша таба аласыз, сол ақшадан бастап кетіңіз. Нәтижесін көресіз. Бауырлар, сіздерге бүгінгі берген ақпараттарымыз, мағлұматтарымыз пайдалы болды деп есептейміз. Біздің каналға тіркеліп, лайк басыңыздар, пікір жазыңыздар. Осы шылаушыммен биогумус өндірумен айналысам десеңіздер, төмендегі нөмірге хабарласыңыздар. Кез келген өңірге, кез келген көлемде
жеткізіп беретін боламыз. Және де осы кәсіпке, осы салаға байланысты сұрақтарыңыз болса, беймарал хабарласа беріңіздер. Бізді барынша қолдап, каналымызға жазылып, пікір жазып, қолдау көрсеткен баршаңызға Алла разы болсын. Алдағы уақытта осы кәсіптің қыр-сырларымен, жетістіктерімен сіздермен бөлісетін боламыз. Баршаңызға рахмет.